وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Біздің аяттарымызға дейді, тек қана кәпірлер ғана біле тұра талысады дейді. Көрдіңіз бе? Тек қана солар дейді, қырсығатындар. Сосын мұғжиза, бұл хат танымайтын деген сөзді не үшін айтып жатқаны, сол жерде айтылады. Анкабут сүресінде Алла Тағала айтады: "Вама кунта татлу мин qablihi min kitabin". Біз саған осы Құранды түсіргенге дейін сен еш кітап оқымаған едің дейді. Қараңыз. Сен мүлде кітап оқымаған адам едің дейді. "Вала тахуттуху бияменик". Сондай-ақ оң қолыңмен жазу жазбағанда адам едің. Сызу сызбаған адам едің дейді сен. Мен Құранға сені осылай дайындауды қаладым дейді. Қараңыздар. Құранға дейін еш нәрсе оқымаған. Құранға дейін еш нәрсе жазбаған. Бұл мұғжиза дейді. Қияметке дейін соғып тұратын мұғжиза дейді. Не үшін бұлай болды? Неге хат танымайтын айтылып жатыр? Изәлләр табыл мубтилун. Анау әлгі сені өтірікке шығара алмауға әдіс таба алмай жүргендерге сенің хат жазғандығың, қараңыз, оларға күшті тәсіл болып кететін еді дейді. Мынау басқа кітаптардан көшіріп алған ғой деп. Мен кесіп тастадым дейді оны мүлде. Мен сені дүниенің хатын емес, әлемдердің Раббысының хатын тану үшін таңдадым деп жатыр ғой. Әлемдердің Раббысының хаты, рисалә, Құран. Раббыңнан келген хатты ғана оқисың дейді сен. Сондай екінші нәрсе Ясин сүресінде айтады Алла Тағала: "Вама алламнаху шиғра". Біз оған өлең үйретпедік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күллі ағайындарының ішінде ерлері де, әйел кісілерді де барлығы шетінен ақын болған. Тек пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ғана. Біз Мұхаммед пайғамбарға осыған дейін ақындықты да үйретпеген едік дейді. "Вама янбағи лаху". Ақындық оған жараспайды дейді. Неге? Өйткені Құдайдың сөзін ғана сөйлеуге таңдалғанда. Мынаған еш нәрсені араластырылмауы қаланған Аллах Тағала тарапынан. Міне. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы умми деген, міне, жаңа хат танымайтын деген нәрселер. Сонда шәкәрім Сала ағамыз айтады: "Қиянаты жоқ надандар әулиеден кем емес" дейді. Хат танымас мүмкін, бірақ Құдайды таниды. Алласын таниды. Аллаға деген адалдықты таниды ол. Жүрегіне жазылғанда ол нәрсе. Міне. Сол қиянаты жоқ сауатсыздар, хат танымайтындар әулиеден кем емес дейді. Өйткені әулиенің жете алмай жүрген нәрсесі сол дейді. Көрдіңіз бе? Адалдық деген нәрсеге.